Қазағымыздың дәстүрі бойынша ұзатылып бара жатқан қыз өз елімен, өз жерімен қоштасып, сыңсуын айтатын болған. Сондай-ақ бүгін міне кішкентай ерке қыздарыңыздың сыңсуын қабыл алыңыздар. Қолын тойдай жетелеп өсірдің әкем әпелеп, кем қалмадың қатардан, жан әке сізге ау рахмет. Есіктің алды аққайын, қайыңды қайтып аттайын, еркелеткен анамның ақ сүтін қайтып ау ақтайын. Есіктің алды қос тере, жапырақ шығар күлтелеп, ата-анамның алдында жүруші едім ау еркелеп. Әуеде торғай толып жүр, бауырым оны құрып жүр. Соңымнан ерген бауырлар сағындырмай ау апта сайын келіп жүр. Базардан келген кеселер шай самаурын еселер. Қызым деуші еді, қош аман бол ау көрші отырған шешелер. Есіктің алдау қарағаш, қабығын алдым алғашаш. Жанымда көрген жан апам, аптада келіп ау амандас. Базардан келген белдемше, көруші едім өзгеше. Қайын сіңілім деуші едің, қош аман бол ау жеңеше. Базардан келген орамал, шай қорғасын оралар. Күліп ойнап жүріскен, қош аман бол ау ағалар. Базардан келген құйысқан, таралмай шашын ұйысқан. Келіп те кетіп жүріңдер, сағындырмай ау туысқан. Ауада ұшқан ақ сұңқар, қанатымен жер сипар. Өз үйімнен кеткен соң, маңдайымнен ау кім сипар. Әуеден ұшқан бос торғай, мойынды жүнің бос болғай. Жат жұртқа кетіп бараман, ер жұртым енді ау қош болғай. Есіктің алдау жас қайың, жапырағын баспайын. Бұл үйден аттап шыққан соң, еркелікті ау тастайын. Еркелікті ау тастайын. Ағайын, мінеке осы қысымыздың жолы әрдайым ашық болсын. Ешқашан қара жолдар болмасын, ала жолдар болмасын дегендіктен қызымыздың ақ жолды көздейік. Және де қызымыздың қасына асқақтау дәкесімен аяуланасын, қасына шақырамыз. Бүгін міне өз еліңмен, өз жеріңмен, сырласындай болған жеңгелеріңмен, дос-жарандарыңмен, құрбы-құрдастарыңмен, көрші аға-жеңгелеріңмен қоштасатын сыңсыңыз. Қыр гүлдей қызғалдақтай көздердің, аспанында айың ұмытыптың, өзіңдей көркемедің, құшағында мелектей еркеледің. Иә, қатарынан болсын деп білен олар, елге қызмет етуге жол көрсетілер. Тоңсықтыға шық қоймай, қанаттыға қақ бермай, аяла бәле болсын. Енді міне өз нәрімді тауып ұшып барасың.
бөлшек демекші. Қызымыздың асқақтауды әкесі, өзінің екетай қызына барлық білім тәрбиесін бойына сіңірген, тоңсықтыға шоқтырмай, қанатыға қақтырмай айлап өсірген асқақтауды әкесі, өзінің екетай қызына маңдайынан иіскеп, қоштасуын сұраймыз. Тоғызын құрсағына көтеріп, бір қолмен талбесіп тербетсе, бір қолмен мына әлемді тербеткен, қызымыздың асылда аяуланасы, өзінің екетай қызына барлық білім тәрбиесін бойына сіңірген. Қазағымыз айтады ғой, қызы қырық үйден түйілді. Сол барлық қырық тиындарды бойына сіңірген, екетайымыздың асылда аяуланасы, өзінің періште қызының маңдайынан иіскеп, қоштасуын сұраймыз. Ұзатылып бара жатқан қызға салт дәстүр бойынша анасы өзінің құнды дүниелерін табыстаған. Сондай-ақ бүгіннен өзінің екетай қызына анасы барған жерінде берекелі мерекелі болсын деп, қандай іс болса да, қандай бұйым жасаса да, берекелі де мерекелі болсын деп, анасы өзінің екетай қызына білезік таққалы жатыр ағайын. Сәукеле әйел өміріндегі ең мағыналы да сәтті кездердің бір толықтағы да ағайын. Осы алтынмен апталған, күміспен көктелген сәукелемен барған жерінде бағашлысын деп, анасы сәукеле келе жатыр ағайын. Ал ендеше осы қызымыздың жолы әрдайым ашық болсын. Сол кісілердің жасын, өмірін, бақытын берсін деген ниетпен, осы әулетіміздің көне көз қариясымен, ақ жаулықты анасының ақ батасын сұрайық. Айналайын ақ құсым, айналайын бүлдіршінім, барған жерің құтты болсын, алды-артыңа қарама. Тек қана алға қара, бақытты боламын деп, бірінші қадамын басып, алды-артыңа қарамай жүр. Бағың жансын барған жеріңде сыйлы бол, ата-ананың сүтін ақта, барған жеріңді бақытты етем десең, өмір бағын бағын жанар, жаным алтыным. Аман бол. Аумин. Amin efendim büyük haber. Осы қызымыздың жаңа ғана лаулап жанып келе жатқан, шамшырағы ешқашан сөнбесін деген екен. Осы әулетіміздің ақ жаулықты анасынан қызымыздың шамшырағын шақырып беруін сұраймыз. Алла осы сіздің жолыңызды берсін, өміріңізді нәсіп етсін. Мінеки ағайын, қошемет, қызымыздың ошағын жағып берді. Ошағы мәңгі лаулап жана берсін, ешқашан сөнбесін. Ал екешім, мінеки өзіміз ұтады, сәтке келіп жетті. Сол барған шаңырағына тастай батып судайсың. Сол барған шаңырағына ана секілді, ақ жаулықты әжіміз секілді, ол анасы бол, ошағын сөндірме жаным. Ұзатылып бара жатқан кезде артына қарамаған, сен де артына қарамастан